Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Соңғы кезде мынау хиджаб мәселесі қайтадан талқыға салынып жатқаны байқалуда. Осы мәселе жөнінде негізі көп айтылып та жатқан еді, сабақтарда бар еді. Мына қазіргі кездегі біраз күмәндарға осы хиджаб мәселесіндегі тоқтала отырып, бір ауыз осы елімізге бір кішкентай хиджаб мәселесін түсіндіру деген мақсатты алға қойып отыр едім. Біріншіден, хиджабтың исламдағы орны өте қысқа айтылғанда, бұл қай мазхабты алсаңыз да, яғни исламды осы шариғи заң мектептерінен тұрады десек, сол шариғи заң мектептері әйгілісі төртеу. Сол төрт мазхабтың барлығы дерлігі парыз деп айтады. Ол Құран-ы Кәрімнің Нұр сүресінің 31-ші аятымен парыз болды деп дәлел келтіреді. Хиджаб бұл термин сөз. Осылай деп Құранда келмеген деу арқылы оны істен шығарып тастау қате ұғым болады. Себебі хиджаб мағынасы бұл бүркеншік, жабу деген мағынаны береді. Әйел кісінің әурет жерін жабық болуын айтылады. Хиджаб бұл осылайша парыз болды, және ислам термин сөзі болғаннан кейін оның белгілі бір арнайы дәстүрлі бір киімге ұқсату міндет емес. Яғни, мысал айтайық, міндетті түрде қара болу керек, міндетті түрде бір қандайда бір көріністе болу керек демейді, бірақ хиджабтың өзінің белгілі бір шарттары бар. Олар біріншіден әйел кісі әурет жерінің жабық болуы, шариғаттағы әйел кісінің әуреті деп аталатын орындар. Ол енді төрт мазхаб екіге бөлінеді бұл жерде. Шафии менен Ханбали мазхабтары әйел кісінің бар жағы әурет деген сөзді көбірек алға қолданып тартады, ал Малики және Ханафи мазхабы біздің өлкелеріміздегі жүзі менен алақаны және табаны әуретке жатпайды деп Ханафи мазхабы мен Малики мазхабы айтады. Енді бұл әуретке жатпайтын жерлерді ашық болуы ешкім бұған қарсы шықпайды, бірақ қалған жерлерін әйел кісі өзге адамдардан, әсіресе ер кісілерден, өзге дін өкілдері болған әйел кісілер болсын, солардан бөлек ұстауы міндет болады екен. Енді әлбетте хиджаб мәселесі жайлы бір белгілі бір уақытта уағыз айтылғанда соны қозғап та өтерміз. Дегенмен менің қазіргі қозғамақшы болған мәселем осы қоғам арасында бірнеше күмәндар осы хиджаб мәселесіндегі. Біріншіден, хиджаб сөзі Құранда жоқ деу арқылы осы хиджабты жоққа шығару еді. Бұны кейбір дінтанушымын деген мамандарда осыны қолданып келе жатыр. Бұл ол кісілердің былай айтқанда, жұмсақ айтқанда саяси жүріс жасауы деп атайықшы. Өйткені олар өздері де біледі, бұл шариғи заң мектептеріменен бекітіліп парыз екендігі анық жолға қойылған нәрсе. Оны жоққа шығару Құрандағы бұйрықты жоққа шығарумен тең, исламды жоққа шығарумен тең болып қалады. Сонан соң, екіншіден, дәстүр мәселесі. Біздің қазақтың дәстүрінде хиджаб болмаған деу арқылы тағы да бір жұмсақ айтатын болсақ, жалған бүркеншік ат қолдану. Біздің қазақтың мысалы атақты әйел кісілерін алыңызшы, бұрынғы дәстүрлі. Ең соңғысы дейік мынау Дина Нұрпейісова апамыз, күйші. Бұл кісінің өзінің әлгінге шейін суреті басы бұйрабас болып, немесе жаңалдегі жеңі келте, етегі келте көйлектерменен шыққан емес, Мәскеуге шейін барып, басқа жерлерге шейін барып, кәдімгі өзінің қазақтың кимешегімен, ұзын көйлегіменен бұл кісі өзінің міндетін атқарып жүрді. Яғни әйел кісіні бұл жерде тағы да хиджаб қолбайлау болып қалады деген күмәнға да жауап болады. Әйел кісі өзінің қоғамдағы орнын, қоғамдағы қызметін орындай береді, бірақ ол хиджабқа және қоғамдағы алып бара жатқан жұмысына ешқандай әсер етпейді. Одан бөлек тағы да жұрттар айтады, бұл мәдениетті, өркениетті кері қарай тарту, немесе әйел кісінің ақысын жеу болып саналады дейді. Бұл да қате пікір. Себебі
Мәдениет, өркениет қашаннан бері киімге қарап қалды екен, бауырлар. Мәдениет, өркениет деген көбінесе бұл озық пікір, жоғарғы дәрежедегі білім мен технология болып табылмай ма? Ол киім деген шүберек ол. Ол арқылы мәдениет, ол арқылы өркениет өсіп дамымайды. Егер дейік, мысалы, бір ел тек қана шүберек шығаруменен, үстін орамалменен тағып, бірақ өзінің ішкі сорақы бір сондай бір қорқынышты мінез құлықтары, адамзатқа тән емес болған заттарменен танылған болса, ол елді бір ел сыйлайды деп ойламаймын да. Мысалы айтайық, ұры, қарақшы, жаңағыдегі сөзінде тұрмайтын, уәдесінде тұрмайтын, қиянатшыл, бірақ үстіндегі киімі әдемі болса, оның не қандай мәдениеті, қандай өркениеті қалады. Басында білімі болмаса, қолында дамыған технологиясы болмаса. Сондықтан мәдениет, өркениет ол киіммен шешілмейді. Тағы да бір мәселе, бұл әйел ақысын жеу дейді. Жоғары айтқанымыздай, Дина апамыз өзінің қоғамдағы міндетін орындай отырып, ақысыз қалып кетіп, о кісінің бір қандайда бір іс-қимылын біреу байлап қойған емес. Кимешегімен жүрді. Бұл соңғы бір үкімдер. Одан бөлек те басқа мысалдарда шығатын шығар. Бұл шариғатымызда әйел кісі үйде отырғаны көбірек дұрыс деп айтады. Соңғы кездері Қазақстанда да заң шығармақшы болып жатыр ғой біраз азаматтарымыз. Әйел кісі түске дейін жұмыс істесін, түстен кейін үйіне бала қарасын деп. Өйткені бала тәрбиесі ол ұрпақ тәрбиесі. Оныменен еркек емес, әйел өзі араласып, өзі қолға алмаса, үйдің бүкіл қоғамның барар жері жақсылыққа бармайтындығын түсініп отқан сияқты сол азаматтарымыз. Сондықтан әйелдің шариғатта үйде отырғаны дұрысырақ саналады, бірақ егер қоғамдық жұмысқа араласуға керек болған жағдай болса, мысалы базар ошар деген, той томалақ деген, басқа іс-шараларына барса, оған оның орамалдың немесе хиджабтың аяқ байлау болмауы, ол ешқандай аяқ байлау болып жатыр деп сылтау қылу, бұл дұрыс емес болады. Және тағы бір күмәндардың бірі, соңғы кезде айтатыны, бұл қазақ қыздарының мектепте хиджаб кигендігі, ол өзінің қоғамнан бөлектеуі, өзінің дін мәселесінен айырмашылығын көрсету болып табылады деп сылтау айтады заңгерлеріміз. Бұл сылтау арқылы айтады, онда дейді, біз көп ұлтты, көп дінді халықпыз, бәрі өзінің әр нәрсесін киіп кетсе, бізде қандай тәртіп болады дейді. Тәртіп киімменен егер болатын болса, неге онда мұғалималардың өздері жалаңаш жүретін кездерге шейін барып жатады? Неге онда тәртіп болса, қыз балалар мысалы төстерін ашып жүретіндей жағдайға шейін барып жатады кейбір мектептерде? Бұл тәртіп қайда жатыр? Одан бөлек, енді бұл мысалы енді орысша айтқанда, қалайса, подчеркивание свою разницу с окружающими дейді ғой, өзін қоршаған ортамен өзінің бөліп тастау дейді. Бауырлар, білім орталығы сыртқы киімменен әртүрлі бола берсін. Ол жерде әңгіме тәлім, тәрбие және білімді дамыту емес пе? Ондай болса, білімді дамытумен айналысу керек, тәлім тәрбиемен айналысу керек. Мұғалімдеріміз қазір қыздардың басындағы орамалмен таласу емес, басындағы сол орамалдың ішіндегі бастың ішіндегі білімнің жоғары болуы, оның ішіндегі мәдениеттің, яғни сөйлеу мәнері, қыз баланың ибалық, инабаттылық мәнерін үйретумен айналыспаймыз ба? Неге біз сыртқы киімге таласып, сыртқы көрініске қарай ана өз-өзін бөліп тастап жатыр, мына өз-өзін бөлмей тастап? Біз демократияға бара жатқан ел емеспіз бе? Жоқ, әлде қайтадан совет өкіметіне барып, бәріміз жұмыртқаға ұқсап бір аппақ болып жүруіміз керекпіз бе? Бұл Қазақстанда әрбір азамат өзінің керегін киіп, керегін ішіп, қалағанынша елім деп, жерім деп шалқасынан басып жүру емес пе? Ата-бабамыздан аңсаған тәуелсіздігі осы емес пе? Тәуелсіздік дегеніміз осы жерде жатқан жоқ па? Адам баласы өзінің қалаған киімін киіп, адам баласы қалағанынша жұртқа зияны тигізбестен тамағын, өзінің сүйген тамағын ішіп, сүйген ісімен айналысуы емес пе? Исламда бұны дінде ешқандай зорлық жоқ деп Құран-ы Кәрімде белгілеп кетеді ғой.
ұзын сөздің тобықтай түйіні бауырлар, осы істі алып бара жатқан заңгер бауырларымыз, ағалар, ел ағалары, кішкентай көздеріңізді ашыңыздар. Дін мамандарымен араласып сөйлесіп көріңіздер. Дін жағынан хижаб мәселесі бұл 40 парыздың бір парызының бірі, әурет жерді бекіту болып саналады. Бұл имандылықтың белгісі, бұл ар-ұяттың белгісі. Исламдағы бұйрық болып келген бір парыздардың бірі. Ол бір адамның ақысын жеу, екінші бір адамды кемсіту, немесе бір қандайда біреуді өзінен артық бөліп тастау емес, немесе әйел кісінің ақысын білімнен, басқа да қоғамдық жұмыстардан бөліп тастау емес, бәлки әйел кісіге керек болған іс. Себебі хижабтың бірден бір пайдасының бірі ол қоғамды түзету болып саналады. Қоғамда әйел кісілердің жалаңаш жеріне еркектердің алаңдамауы, ол жанұяның бұзылмауы және еркектің әйелдің арасындағы араласу мәмілесінің дұрыс болуы деп саналады. Өйткені егер бір адам батыстық үлгіге қарай әйел кісі жанында жалаңаш отырса да қарамай-ақ өзінің іс шаруасын алып бара берсін, бұл ешқандай да бұл қиыншылық алып бармау керек, бұл демократия ғой десе, мен ол кісіні еркекке санамайтын едім. Себебі жанында жалаңаш әйел отырып, оған әуретіне көзін салмай, өзінің жұмысымен айналысқан еркек не көзі соқыр, немесе еркектігіне мүлде айырылып қалған азамат болады. Кешіріңіздер, бұлар қатты айтты демеңіздер. Өйткені жанында жалаңаш әйел, ол тіпті көркемсіз, қандай болып отырса, жалаңаш болып отырғасын, оған еркек қарайды. Өйткені бұл табиғаттың заңы. Сөз соңында айтатыным бауырлар, хижаб мәселесі қазір қозғалып жатыр екен. Осыған бұл мәселені заңға қарсы шығу емес, бұны бір жаңадан бір акция емес, немесе бұны дау-дамайға айналдырмастан, халыққа, ел ағаларына дұрыс түсіндіріп, соларды дұрыс жолға салып, мынау қазіргі алып заңды деп қолданып атқан заңдары халықтың арасында дау тудыратын алып бара жатқан мәселе болып жатқандығы екендігін дұрыс түсіндіргеніміз абзал болар еді. Біздің шариғатымызға, біздің менталитетімізге, біздің қазақи болмысымызға бұл қазіргі шығып жатқан заңның аздап кереғарлығы барлығын елімізге, осы ел басқарып отқан ағаларымызға түсіндірсек, соларды дұрыс жеткізсек бауырлар, біздің Қазақстандағы әрбір азаматтың азаматтық міндеті болады деп ойлаймын. Сондықтан бауырлар, сол ел басқарып отқан азаматтарды дұрыс жолға салып, дұрыс ақыл беріп, осы жерде осы істі елмен ақылдасып, ойласып жасаңыздар деп айтқымыз келеді. Себебі көрші мұсылман елдер, Түркия болсын, Иран болсын, араб елдерінің барлығы, Индонезия, Малайзия елдерінде қыз балалар, кішкентай балалар хижабпенен мектепке барады. Және ол олардың білімінің ақсап қалуына алып барып жатқан жоқ. Рахмет тыңдағандарыңызға.